Біз бәріміз білетін Алдар көсе мультсериалы 2011 жылы жарық көрген. Бірақ бұл Алдар туралы жалғыз мультфильм емес. Іздей келе атақты кейіпкерді экрандаған 7-8-ге жуық анимацияларды таптым. Тіпті жаңадан нұсқалары жоспарда екен. Бәріне сәлем, сіздермен бірге Нұр KZ. Ең алғаш Алдар көсе жайлы мультфильм қай жылы шыққанын білесіз бе? 1975. КСРО кезінде осындай стильде жарық көрді. Бұл қуыршақ мультфильм. Әр кейіпкер және айнала қуыршақтардан тұрады. Оларды қолмен қозғалтып анимация жасайды. Яғни әр кадрда қуыршақты жылжытып суретке түсіріп отыру қажет. Бұндай стиль өте үлкен еңбек пен шыдамдылықты талап етеді. Қазіргі кезде де қуыршақ мультфильмдер бар. Алдардың өзіне келсек, сюжет қатты қиын емес, басты кейіпкерлер сол баяғы Алдар мен Бай және Бұқа қосылған. Мультфильм орыс тілінде. Ең басында Бай бір жігітке кезігіп қалады. Сосын атын сұраса, жігіт өзін Алдар көсемін деп таныстырады. Сақалы жоқ аяқ сенбісің? Онда мен алдашы, дейді Бай. Жігіт болса, алдаулар жинақталған кітап үйде, атыңды бере тұр алып келейін. Ал сен мен Мұқама қарай тұр деп атқа отырып қашып кетеді. Жалпы кейін Алдардың сериалында да осыған ұқсас эпизод бар, алдайтын тақия деген. Алдар ақымақ жігіттің есегін тура үйсіп тартып алады. 1975 жылғы мультфильм бұнымен бітпейді. 76 жылы жалғасы шыққан. Ол Алдар көсенің жолбарысты қалай алдағаны туралы. Ауылды мазалаған жолбарысқа Алдар тор құрады. Сосын онымен кездесіп тордың астынан өте аласың ба? Мықты болсаң өт шал, өте алмасаң әлсізсің деп намысына тиеді. Тура бір шағыстырғыш сотқар балдар секілді. Ну попробуй, докажи, что ты сильнее. Пролезь, пожалуйста, под эту сетку. Кто я? Да, или струсил? Что, можешь доказать? Кто? Я струсил. Не можешь. Көкірегі көтеріп кеткен жолбарыс ондай әлсізсің ба не, қыстекесің ба не дегенге шыдамай тордан өтіп бара жатқан кезде Алдар оны ұстап алады. Сонымен бұл әйгілі айлакердің ең бірінші нұсқасы. Алдардың екінші версиясы араға 30 жылдан аса уақыт өткеннен кейін жарық көрді. 2007 жылы Азия Animation YouTube'қа осындай видео салады. Бұл толыққанды мультфильм емес, тек тизер. Яғни алдын ала көрсетілім немесе шағын трейлер. Бұл біз білетін Алдардың ең алғашқы эксперимент түрі десек болады, егер бұны түр деп айтуға келсе. Тизердің ішінде адай күйін қосып, кейіпкерлерді ары-бері қозғалтып қойған. Басқа бір сюжеттік сәттері жоқ. Негізі бұл Алдар ары қарай экранданбаса да, авторлар оны 2011 жылғы мультфильмнің басталуындағы кітапқа қосқан. Осыдан кейін 2010 жылы тағы да алғашқы нұсқалардың бірі шықты. 4 эпизодтан тұратын Алдар жайлы ертегілер жиынтығы. Ол жерден кейіпкерлердің бастапқы дизайндарын көрсек болады. Мысалы, көршінің түрі осындай болған. Салыстырып кейінгі нұсқасына қарайық. Негізі жақсы жаққа өзгерген. Байдың және бәйбішенің түрлері. Бұл 4 эпизод не жайлы? Алдымен әдеттегідей Бай мен Алдардың қақтығыстары және өте ерекше сиқырлы сөз деген серия бар. Тіпті ол 13 миллион қаралым жинап күтпеген қонақпен теңесті. Бірақ сапа жағынан Алдар жайлы мультфильмдер әлі де қаусырақ тұрды. Оны өздеріңіз жаңа ғана көрдіңіздер. Ең алғаш бұны түзеген Жебе студиясынан шыққан Алдар көсе мен шайтандар мультфильмі. Оның қай жылы нақты жасалған таба алмадым, бірақ Google-да 2011 жылы салынған видеолар бар. Өз ойымша оған дейін де шығып қалуы мүмкін. Мультфильм интернетті жарды деп оп-оңай айта аламын, тек интернет емес, біз оны мектепте акт залында жиналып көргенбіз. Жалпы кейіпкерлердің қимыл қозғалыстары, анимациялары сол кездерге лайық жасалған. Тіпті қазір де жақсы көрінеді. Әрине кей сәттерінде бюджеттің сәл жетіспей қалғаны байқалады. Дегенмен мультфильм өте қызық, ішінде суреттік стиль бар. Осы Алдардың жалғасы болғанда міндетті түрде көруші едім. Келесі қазақ анимациясындағы ең танымал туынды 2011 жылғы Алдар көсе. Ол 2 маусым 80 сериядан құралып 2015-ке дейін жалғасын тапты. Сапа жағынан басқаларынан жоғары тұратыны анық. Азия анимация есте қаларлық кейіпкер жасай білді. Тіпті кейін Алдар көсе мемге айналып кетті. Тура Шректің бастан кешкеніндей. Бұл мультфильм жайлы ұзақ айтпай қояйын, оны барлығыңыз білесіздер. Тек тағдыры туралы айтып кетейін. Алдарды толықтай жауып тастаған жоқ, оның спонсор жоқтығынан шығарылуы тоқтатылды. Негізі ары қарай оқиғалар, сценарий, суретшілер бәрі дайын тұр. Тіпті жаңа маусымның постерлері де жасалған. Бірақ бұл 3 жыл бұрынғы информация. Кейінірек комментарийде қашан шығады деп жазған адамдарға автордың өзі қаражат жоқ екенін айтты. Осымен Алдар жайлы туындар бітпейді. 2024 жылы Тасқын студиясының Алдар деген тизері шықты. Тасқын ол күншіктерді жасаған студия. Мультфильм жайлы айтсам, оның да қашан шығатыны белгісіз. Дегенмен тизерге қарап сюжетін кішкене білсек болады. Бұл жерде қазына көрсетілген және Алдар сол қазынаны іздеумен айналысып, іздеу барысында қызықты оқиғаларға тап болатын секілді. Келесі тағы да тизер трейлер, ол Тартария студиясының туындысы. Және бір қызығы, бұл мультфильмде Алдар көсені 2 адамға бөліп тастаған, Алдар мен көсе деп.
Мен алдармын, бұл көсе. Ал бірге біз алдармен көсе. Негізі креативті шешім. Енді Қожа мен Насырды күтеміз. Мультфильмнің тағы бір ерекшелігі трейлерден қарасақ көптеген аңыз ертегі кейіпкерлері бар. Олар жалмауыз кемпір, қамбар ата, желаяқ, жезтырнақ және мәңгүрттер. Бұлар құбыжық, зомби дегендердің рөлінде жүретін секілді. Бір сөзбен айтқанда шытырман оқиғалар. Оны 2025 жылға жоспарлаған, 25-те шықпады. Енді қашан шығатыны белгісіз. Өз ойымды айтсам, жалпы толық шығуы керек, өйткені Тартария студиясы танымал киноларды жасап жүрген студия. Бәлкім олардың алғашқы анимациясы болған соң кейбір қиындықтар туындаған шығар. Бұл мультфильм жайлы қосымша мәлімет Алдардың дауысын әлем дыбыстайды. Осымен бұлар Алдар өзенінің барлық эволюциялары. Тағы бөлек башқұрт елінде Алдар және Сұр қасқыр деген мультфильм бар, бірақ оның біздің Алдармен атынан басқа ортақ ештеңесі жоқ. Ол мүлде бөлек кейіпкер. Егер видео ұнаса арнан қолдап кетейік, бұдан бөлек айтылмай қалған Алдардың нұсқалары болса комментарийге жазыңыздар. Ал менің іздеп тапқандарым осы, және видеоның астына көріңіз келсе әрқайсына сілтеме қалдырып кетемін. Барлығы YouTube'та бар. Бәріне амандық, саулық, келесі кездескенше.